Интернет желісі арқылы инвестиция жасап, күнделікті дивиденді қалай алып отыруға болатынын көрсетемін. Бәрі оңай, түсінікті жағдай. Күніне 5 минут уақытыңызды құртып отырып, сіз табыс таба аласыз. Бұл жақта USDT криптовалюта деген әңгіме жоқ. Бұның бәрі қолайлы, сіздерге ыңғайлы қылдырып, Каспи арқылы немесе Халық банк карточкасы арқылы ақшаны салып, шығарып отырасыздар. Қазір қадам-қадаммен түсіндіріп көрсетіп беретін боламын. Бұл Майнкрафт стилінде жасалған жаңа жоба. Ең бірінші қадамымыз тіркелу, яғни регистрация өту. Сілтемесі осы бейнероликтің комментариясында тұр. Кіресіздер, регистрациясы өте оңай. Одан кейін бізге ақша салу керек. Ол үшін төлем жасау. Қанша ақша саласыз, соны басасыздар. Мысалы 5000 теңге. Одан кейін растау. Бізге реквизиттер беріледі. Асатбек 14-16 саны, Каспи банк карточкасы және де 5000 теңге. 5000 теңге жібергеннен кейін чекті транзакциясы тұрады, квитанцияны. Осы жаққа енгізіп, толықтырды растау деген түймені басасыздар. Сіздердің ақшаңыз шотыңызға сәтті түседі. Одан кейін өзіңіздің инвестицияңызды сәтті активация жасау үшін қазір инвестиция жасаңыз. Бізде сәтті жасалынады. Менің өнімдерім бөліміне өтесіздер. Осы жерде көрсетіліп тұрады. Қанша табыс табасыз, қанша сағат жұмыс істеп тұрғанын. Мен 2 сағат бұрын инвестиция жасаған болатын 5000 теңге. Міне 2 сағатты маған 29 теңгеден 2 рет берді. Яғни 1 сағатта 29 теңге. 24 сағатта бір тәулікте маған 700 теңге табыс алып келеді. Бұл VIP статус. Яғни 90 күн жұмыс істейді, соның арасында маған 63 мың теңге толық табыс алып келеді. Мына жақта дата көрсетілген. Сізді жиналған сумаңызды бұл жақта шығарып алу үшін жинақтау деген түймені басу арқылы толық сумаңызды аласыздар. Өнім кірісі арқылы. Тағы да басқа да VIP статустар бар. Оны басты мәзірден көре аласыздар. Мысалы VIP 2-міз 15 мың теңге тұрады, 90 күнге беріледі. Күнделікті табысыңыз 2250 теңге және де 90 күнде общий сумаңыз 202500 теңге табасыздар. Одан да басқа VIP статустар бар. Оны көріп, өзіңіз анықтай аласыздар. Одан кейін сіздер ақшаны шығару қадам. Әр сағат сайын сіздерге табысты беріп отырады. Оны кез келген уақытта шеше аласыздар. Енді ақша шешу жолына келейік. Шығару деген түймеге өтесіздер. Бұл жақта келесі бетті көрсетпей қойын, өйткені ол жақта менің реквизиттарым көрініп тұр. Былай ауызша айтып кетейін. Яғни сіздер өзіңіздің реквизитіңіз енгізесіздер, аты жөніңізді жазасыздар ағылшынша, карточкада жазылғандай 16 саныңызды жазасыз и банкты таңдайсыздар. Және де оны сақтап қоясыздар. Сосын сізге ақша шығару сумасын жазасыздар. Ол жақта минимальный вывод 1000 теңге. 1000 теңгеден жоғары сума жазасыз, шотыңызда қанша бар. Одан кейін вывод деген басасыздар, болды. 1-2 сағатта сіздің шотыңызға, Каспи банкыңызға мысалы ақша келіп түсетін болады. Және де бұл жақта реферальный программа бар. Бөлісу деген бөлімге өтесіздер. Өзіңіз жеке сілтемеңіз көрсетіліп тұр. Бірінші деңгейде 20% табыс, екінші деңгей 3% және де үшінші деңгей 1%. Айта кетейік, мысалы, сіз шақырған адамыңыз регистрация өтіп, пополнение жасаған жағдайда, мысалы 10 теңге құйдық дейік, 2000 теңге сізге бонус ретінде түсетін болады. Бұны партнерский программа деп атайды. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Келесі бейнероликта көріскенше.